докладтың өзі орысша. Сұрақ қоюдан ұялмаңыздар, мен барлық сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Жалпы мен бірінші аудиторияны білгім келеді. Аудиторияда барлығы IT саласында ма, или IT саласына енді қадам басып келе жатқан адамдар бар ма? Сол жайында айтып өтсеңіз. Біздің аудиторияда негізі бұл кездесу Жігер 2020 марафон республикалық әскери патриоттық онлайн лагерь аясында болып жатыр. Біздің негізгі аудитория, негізгі қатысушылар 14 жас пен 20 жастар аралығындағы жастар болып табылады. Мектеп оқушыларынан бастап университет студенттеріне дейін 20 жасқа дейінгі жастар. Осындай сіз сияқты көптеген тұлғалармен кездесіп, осы жастарға қатысты көптеген тақырыптарды осы уақытқа дейін талдап келдік. Кенжебек, Дәулет Мұқаев деген сияқты кісілермен осы жастарға байланысты, жастардың арасында актуальный болып жүрген тақырыптарды талдап, және сол қатысушылармен сұрақ жауап қылып, осындай кездесуімізді қызықтырып, солай жасаған болатынбыз. Негізгі жаңағы аудитория сол 14 жас пен 20 жастағы жастар болып табылады. Меніңше ол аудиторияға жалпы IT саласы бәлкім қызықты болады, өйткені IT саласы қазіргі таңда ең талқылауда қызу талқыланатын тақырыптардың бірі. Өйткені қазір білеміз ғой, біздің елімізде де цифровизация саласына өте үлкен ресурстар бөлініп жатыр. Сондықтан IT саласы ол өте қызық салалардың бірі болып табылады. Оқушыларға мүмкін қызық болады деп ойлаймын, көрейік. Алдағы уақытта ұбт тапсыратын оқушылар болатын болса, таңдауын мүмкін IT саласына бұратын шығар, егер қызығушылық болатын болса. Қазір сізден дұрыс нұсқаулық алып, IT саласына деген қызығушылық артса, оның үстінде нұр болатын еді. Қазір бізде қатысушыларымыз жаймен қосылып жатыр. Жасұлан, Қадырбек, менің докладым орыс тілінде, бұл ешқандай проблема болмайды ғой да. Бірақ мен қазақша жауап бере аламын кей сұрақтарға. Егер орысша түсінбей жатса, қазақша түсіндіріп бере аламын. Қатысушылар, сіздер не дейсіздер? Ислам ағамыз орыс тілінде түсіндірсе, бәрімізге түсінікті ғой, чатқа жазып кетейік. Маған айтылмаған еді қай тілде екен. Мен орыс тілде жалпы, бірақ енді акцент. Мен бірақ қазақша айтып бере аламын, жалпы. Одан ешқандай қиындық жоқ. Қатысушыларымыз түсінікті дейді. Бола берсін, түсінікті орыс тілінде. Дейді, онда ендеше орыс тілінде бола берсе, егер сұрақтарыңыз қазақша болатын болса, ағамыз қазақша жауап беруге дайын. Жарайды дейді. Барлығын түсінікті болады деп ойлаймыз. Менің даусым жақсы естіліп тұр ма? Или алыстан эхо болып тұр ма? Құрметті қатысушылар, ағамыздың дауысы естіліп тұр ма? Естіліп тұрса, плюс қойып кетеміз. Жақсы естіліп тұр. Плюс қойып кетеміз. Естіліп тұр дейді, плюс. Естіліп тұр. Тамаша. Мен түрін көрсеткен жоқ. Ешқайсы көрсеткен жоқ.
Қадырбек, сағат 10 болды. Қатысушылар 42 адам. Өте керемет. Мен жалпы бұндай аудиторияның бұндай көлемде болатынын ойламағам. Мен үшін өте қызық. Бастай берсек бола ма? Бастай берсек болады, иә. Сағат 10 болды, уақыт болды, қатысушыларымыз кірді. Баршаңызға сәлем. Менің есімім Ислам Темірбек. Мен бүгін сіздерге бүгінгі жалпы семинардың тақырыбы мобилизируйся, орысшадан аударғанда мобильді болу. Жалпы неліктен мобильді қосымшаларды жасау қызықты, сол жайында айтып беремін. Өйткені мен осы салада өзім разработчик болып жұмыс істеймін. Яғни мен iOS приложениелерге, айфондарға приложение жасаймын. Бүгінгі план бізде осындай. Мен кішігірім өзім жайлы айтып беремін. Менің жалпы опытым жайлы, қандай осы мобильный саласында. Сосын сіздерге мобильный разработка және мобильді қосымша жасау жайлы айтып беремін. Мобильді қосымша жасау деген не? Сосын мен сізге өзім жалпы iOS саласында болғандықтан, iOS саласына қалай кіру керектігі жайлы айтып беремін. Жалпы iOS саласын айфондарға приложение жасау үшін не істеу керектігін айтып беремін. Сосын сіздерге жалпы сіз егер iOS саласын оқитын болсаңыз, стажировкаларды, жұмыстарды қалай табу керектігі жайлы айтамын. Кейіннен бізде Q&A, жаңағы сұрақ-жауап сессиясы болады. Ендеше бастайық. Менің есімім Ислам Темірбек. Мен 2016 жылы N-Factorial Incubator дейтін мобильді қосымшалар буткемпін тәмамдағам. Яғни бұл 3 айлық курс. Біз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін, сіздер жалпы өтіп жатқан лагерьге ұқсас, біз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін мобильді қосымша жасауды үйрендік. Яғни оларда 3 сала болды: iOS қосымшалары жасау, Android қосымшалары жасау және веб. Мен соның iOS қосымшасын тәмамдаған болатым 2016 жылы. Қазіргі таңда Қазақстандық Сбербанкта жұмыс істеп жатырмын. Бірақ оған дейін 1 жыл бұрын Мәскеуде ресейлік Сбербанк онлайн қосымшасын жасаған болатын. Бұған дейін мүмкін бәлкім қолданған шығарсыздар, Колеса Крыша маркет өнімдерімен сол компанияның iOS қосымшаларын жасаған. Және де Zero to One Labs деген мобильді студияда жұмыс істеген. Қазіргі таңда Kakao Heads дейтін iOS разработчиктардың, iOS программисттардың группасын жүргіземін. Жалпы атап өткендей, инкубатор ол 7 апталық, 3 айлық, 7 апталық әртүрлі буткемп, лагерь. Ол жерде мобильді қосымшалар жасауды үйретеді. Біз жалпы 4 апта мобиль программированиенің бастауларын үйренеміз. Кейіннен біз өзіміздің мобильді қосымшаларын жасаймыз. Жалпы суретте көрініп тұрғандай, бұл 2016 жылы жасалған мобильді қосымшалар 50-ден көп. Яғни біз өзіміздің мобильді қосымшаларымызды Google Play және App Store магазиндеріне салған болатынбыз. Өте қызықты, өйткені адам өзінің өнімімен, продуктымен жұмыс жасаған кезде енді өзіңіздің қосымшаңызды App Store'да көрсеңіз, ол керемет емес пе? Сондықтан біз тез үйрендік, жалпы тез үйренуге тырыстық, тездетіп жасауға тырыстық. Мен сол 2016 жылы жалпы осы мобильді қосымша саласына келген болатын. Мен бұған дейін жалпы қалай мобильді қосымша жасау керектігін, неден бастау керектігін, жалпы IT саласы неден екенін білмедім. Мен жалпы бұл екінші курста мен барған болатынмын. Мен Алматыдағы МУИТ университетінің түлегімін. 2018 жылы тәмамдағам. Университет
қабырғасында осындай керемет лагерьге барған болатынмын. Кейіннен лагерьдің өмірінен кішігірім көріністер. Бізде тек қана IT саласы емес, және де басқа салалардан адамдар келіп, өздерінің лекцияларын, семинарларын өткізетін болатын. Жалпы суретте қарасаңыз, біз о жаққа команда болып, достарымызбен барған болатынбыз. Сол жерде біз өзіміздің мобильді қосымшасын, бірінші қосымшаны жасағанбыз. Яғни сіз егер популярный, танымал Instagram блогер болсаңыз, сіз өзіңіздің страницаңыз арқылы ақша зарабатывать етуге болады, ақша табуға болады. Яғни сіз өзіңіздің Instagram аккаунтыңды біздің приложениеге қосасыз, біздің приложение, мобильді қосымша сіздің аккаунтыңыз бойынша барлық статистиканы алып береді. Яғни орташа лайк, орташа комментарий, сіздің страницаңызға қанша адам кіреді, қанша адам қарайды, және сіздің рекламаның бағасы. Бұл өте қызықты, өзіме өте қызықты мобильді қосымша болатын. Яғни бұл менің бірінші мобильді қосымшам. Мен жалпы осы 3 айдың көлемінде осы мобильді қосымшаны жасап шықтым. Әрине қиындықтар болды, жалпы бірден бұны жасау оңай болған жоқ, бірақ сол лагерьдің ішінде бізде менторлар болатын, сол менторлар бізге қалай жасау керектігін, не істеу керектігін барлығын түсіндіріп, жалпы біз осы мобильді қосымшасының дизайнын, суретін қалай болатынын барлығын өзіміз сызған болатынбыз. Бұл бағдарлама әлі күнге дейін бар. Яғни егер N-Factorial School деп жазсаңыз, сіз бұл программаны онлайн өте аласыз қазіргі таңда пандемияға байланысты. Бірақ бұл курс ақылы, бірақ мен бесплатно грант ұтып алған болатын. Кейіннен осы инкубатордан кейін менде бір ғана мобильді қосымша болды App Store'да. Сосын маған Zero to One Labs дейтін компания, ол мобильді қосымшалар жасайтын компания, студия, маған ұсыныс берді. Жұмысқа келесіз бе деп. Менде ондай опыт ешқандай болған жоқ. Сондықтан олар мені стажер ретінде алды. Мен келістім. Стажер болып, осы компанияда 2 жылдың көлемінде жұмыс жасадым. Бұл жалпы компанияның ішінде болған процесстер, яғни біз жалпы талқылайтынбыз, обсуждать ететінбіз, сөйлесетінбіз. Бұл менің командам. Жалпы бұл командада көбісі жаңағы N-Factorial дейтін, инкубатор дейтін мектептің түлектері. Яғни осы Zero to One Labs дейтін компания 3 ай бойы адамдарды оқытады, кейіннен жақсы студенттерді жұмысқа тұрғызуға көмектеседі, яғни өздеріне жұмысқа алады. Солай мен жақсы көрсеткіштер көрсеткесін, маған жұмысқа ұсыныс түсті, кейіннен мен қабылдап, осы компанияда 2 жылдың көлемінде жұмыс істедім. Жалпы бұл компания жайлы айтап өтетін болсақ, ең танымал приложениелердің бірі Келін. Бәлкім естіген болатынсыздар, мүмкін Тенгриньюз, Нұр.кз порталдар арқылы оқыған болатынсыз. Келін дейтін приложение, бұл Қазақстандағы әйел адамдарға арналған социальная сеть дейді ғой, жаңағы ВКонтакте секілді. Келіндер бір-бірімен сөйлесе алады, ақылдаса алады. Және тағы бір популярный приложение, танымал, ол Оян. Ол Оян бұл қазақша кітаптардың жиынтықтары. Кез келген қазақ әдебиетінің тұлғаларының кітаптарын оқи аласыздар, қарай аласыздар. Бұдан басқа біз 40-қа жуық мобильді қосымша жасаған болатынбыз. Мысалы, Қамқор деген приложение, егер сіз бизнес өкілі болсаңыз, сізге тексерістер келуі мүмкін. Бұл тексерістердің кейбіреулері заңсыз. Сондықтан олар заңсыз келіп сізді тексереді, кейіннен коррупцияға ақша сұрауы мүмкін да. Сондықтан сондай заңсыз тексеру болмас үшін сіз тексерудің номерін Қамқор приложениесі арқылы жазып, тексерістің заңды немесе заңсыз екенін біле аласыз. Бұл жалпы Қамқор дейтін приложение. Приложениелерді атап айтсам көп, тағы біреуін айтып өтейін. Имбра деген приложение, бұл қазақстандық жұлдыздардан видео поздравление, видео құттықтауларды тапсырыс беретін приложение. Мысалы, сізге Қайрат Нұртас немесе Төреғали ұнайтын болса, сіз бұл приложениеге кіріп, өзіңіздің кімді құттықтау керек текстін жазасыз да, Қайрат Нұртасқа жалпы тапсырыс бересіз. Ол сізге 2 күннің ішінде сол құттықтауды жазып береді, сіз өзіңіздің жақын адамды құттықтай аласыз. Бұдан да басқа әрине көп мобильді қосымшалар болды. Бұл келесі реттері. Кейіннен мен жалпы жаңа айта өттім ғой, Zero to One Labs дейтін, ол студия мобильный разработка дейді. Студияның жалпы айырмашылығы неде? Студияға бірнеше заказдар түседі. Сол заказдарды біз
үш айдан 6 айдың көлемінде жасап бітіреміз, кейіннен біз тапсырамыз да, ол заказды біз тек қана поддержка дейді ғой, көмектесеміз, тек оларға қарап отырамыз, приложениемен барлығы дұрыс па. Кейіннен маған колеса крыша маркет дейтін компаниядан жұмысқа ұсыныс түсетін болады. Бұл компанияның айырмашылығы неде? Бұл компания тек қана бір продукт, бір ғана мобильді қосымшамен жұмыс жасайды. Яғни тек қана колеса, тек қана крыша, тек қана маркет. Яғни осы мобильді қосымшаларды дамыта береді. Бұл компания 20 жылдың көлемінде осы мобильді қосымшаларды жасап жүр. Яғни сіз білетін, мүмкін қолданған шығарсыздар, мүмкін кірген шығарсыздар. Осы мобильді қосымшалардың iOS приложениесін біз команда болып жасаған болатынбыз. Командада бізде 20-ға жуық разработчик, IT саласының адамдары болатын. Бұл жалпы колеса компаниясында болған процесстер, яғни бізде компанияның ішінде хакатондар болатын, жарыстар болатын, өйткені разработчиктарға тек қана код жазудан басқа, тағы да жаңағы компанияның ішіндегі қызықты ойындар, процесстер қызықты болатын. Мен бұл компанияда 1 жылдың көлемінде жұмыс жасадым. Кейіннен 2019 жылы көктемде маған Ресейден ұсыныс түседі. Мәскеулік Ресейден маған ұсыныс түседі, жалпы сізді собеседованиеға келесіз ба деп. Мен жалпы Ресейге баруым ол өте случайно болды. Себебі сайттар бар, мысалы Headhunter деген сияқты. Headhunter'дың разработчиктарға арналған түрі бар. Кейіннен мен сіздерге көрсетемін. Оның аты LinkedIn деп аталады. Сол LinkedIn парақшасында мен өзімнің страницамды толтырған болатын. Жалпы өзімнің аты жөнім, қай жерлерде жұмыс істедім. Сосын жаңағы менің навыктарым дейді ғой, қандай технологиялармен жұмыс жасай аламын. Мысалы, мен iOS разработчик болсам, мен айттым, мысалы, мен iOS разработчикпін, осындай технологияларды білем, осыларды қолдана аламын деп. Сосын ресейлік HR деп аталады, яғни подбор персонала дейді ғой, адамдарды іздейтін. Олар мені тауып алды, сол сайт арқылы. Сосын маған ұсыныстар келе бастады Ресейден. Тек қана Сбербанктан басқа Яндекс шақырды, 10-ға жуық компания болатын. Сосын мен жалпы өзімнің бабымды сынап көрейін, жалпы Ресейде қалай жұмыс істейді екен. Өйткені жалпы СНГ страндары, ТМД мемлекеттерінде өте жақсы программисттер көп. Себебі бізде математика саласына, жалпы математический уклон деп айтады ғой, бізде сол жақсы дамыған. Мысалы, европалық әріптестерімізге, немесе Америкадағы әріптестерімізге қарағанда бізде математика жағы өте жақсы. Программированиеда математика ол основной навыктардың бірі да. Егер математикаңыз слабый болса, программированиеға келу сәл қиынырақ болады. Сондықтан мен жалпы ресейлік әріптестерім, HR-лар маған жазған болатын. Мен өзімді бабымды сынайын деп интервью өткен болатын, жаңағы собеседование. Ол жерде сұрақтар қойылады, психологический сұрақтар қойылады, тексереді. Жалпы сосын адамды қарайды. Жалпы адам командный игрок па дейді. Жалпы командада жұмыс істей ала ма? Біздің жалпы IT саласында ең маңызды заттардың бірі бұл командада жұмыс істеу. Өйткені біз бір продукты, бір мобильді қосымшаны, мысалы, бірнеше адам жасайды. Мысалы, Мәскеулік российский Сбербанктың iOS приложениесін біз 200 адам болып жазған болатынбыз. Android приложениенің 200-ге жуық адам жазған болатын. Сондықтан осындай үлкен жерде жұмыс істеу үшін командный игрок болу керек. Сондай психологический сұрақтар қойды, технический сұрақтар қойды, есеп шығартады, тест береді. Соның барлығын өтіп, әрине қиын болды. Жалпы менің қиын жаңағы собеседование дейді ғой, интервьюларының бірі болатын. Бірақ сәті түсіп, мен жалпы Ресейге жұмысқа тұрдым. Мәскеуде 1 жылдың көлемінде жұмыс істедім. Жалпы мен Мәскеуге баруымның бірден-бір себебі өте үлкен конференциялар бар, яғни разработчиктарға арналған. Кез келген жерде, мысалы, опытный разработчиктармен сөйлесіп, олардың не жасап жатқандарын, қалай жасап жатқандарын білуге болады. Мысалы, суретте көрсетіп өтіп кетейін. Бұл жерде Призма дейді мобильді қосымшаны білсеңіз, соның бір разработчиктарының бірі бұл бізде Андрей Володин,
Баду дейтін приложениені танысуға арналған, егер қолдансаңыздар, бәлкім, бұл Александр Зимин, сол Баду компаниясында жұмыс істеген. Бұл жерде Стефан деген жігіт App Store'да жыл сайын награда береді. Яғни жылдың үздік приложениесі деген сияқты. 2020 жылдың үздік приложениесін жазған жігіт америкалық Spectra дейтін приложениені. Сол кісімен кездесіп, жалпы бұндай кісілерді көрген кезде іштей шабытың ашылып, жалпы жұмыс жасағың келіп, бізде де осындай Қазақстанда осындай қосымшалар шықсыншы деп сондай мотивированный болып келесің. Сондықтан мен Ресейде жалпы основной бірінші бастапқы мақсатым ол нетворкинг болатын. Жалпы адамдармен сөйлесіп, шетелде қалай жасалады екен, сондай бізде Қазақстанда болса екен деген бір арманым болатын. Яғни мен осы Сбербанк онлайн дейтін банк жүйесін жазған болатын. Яғни біздің Қазақстандағы Каспий секілді, бірақ Ресейде бізде 60 миллионға жуық пользователь болатын. Яғни 60 миллион адам осы мобильді қосымшаны қолданады. Мысалы, неліктен Ресейге кеттім, себебі Қазақстанда бізде 18 миллион адам бар. Рынок, яғни халық саны өте аз, жалпы 18 миллион, 19 миллион. Ресейде 150 миллион халық бар. Бізге жалпы IT саласында жүргесін, қиын системаларды көтерген, қиын системаларды жасаған өте ұнайды. Сондықтан 60 миллион адамға жасап көріп, жалпы 60 миллионға приложение құламайтын, 24/7 жасайтын система жасағымыз келгендіктен, жалпы мен сол жаққа кеткен болатын. Енді сіздерге жалпы мобильді қосымша деген не, жалпы айтады ғой, мобильная разработка деген не жайлы түсіндіріп өткен. Жалпы әлемде негізі 3 операциондық система бар, жалпы сіз білетін iPhone, Android немесе iOS. Және де үшіншісі бұл Microsoft компаниясынан Windows Phone деген, бірақ Windows Phone өте танымал емес, сондықтан ол өте аз көлемде. Яғни білетін шығарсыздар, жалпы көп мүмкін таныстарыңызда оларда Android телефон, яғни әлемде рыноктың 72%-ын Android қосымшалары, Android телефондары құрайды, қалған 27%-ы бұл iPhone телефондар. Яғни мен жалпы осы 27% адамға, яғни бұл миллиардтаған адам, соларға осы iOS дейтін операционный системада приложение жасаймын. Жалпы менің басқа коллегам бар, который сізге Android разработка, Android-қа қалай приложение жасайтынын айтып береді, бірақ мен жалпы 4 жылдан бері iOS-қа, iPhone-ға приложение жасаймын. Және 0,1 бұл жаңа Windows Phone, бұл жалпы өте танымал емес операционный жүйе. Және бұдан басқа жалпы әлемде кросс-платформенный разработка дейтін зат бар. Яғни ол не деген сөз? Сіз мысалы мобильді қосымша жасағыңыз келеді. Ол жасау үшін сіз iOS-қа жасау керексіз, Android-қа жасау керексіз. Сосын адамдар ойлады, біз неге олай екі ресурс жасау керекпіз? Неліктен біз бір ғана код жазып, екі платформаға жасайтындай қылып технология жасайды деп. Ондай технологиялар да бар. Яғни React Native, Xamarin, Flutter деген. Бұлар жайлы мен кейінірек сізге түсіндіретін боламын. Жалпы бұл технологиялар жайлы да біліп жүрсеңіз жақсы болады. Енді iOS-тан бастайық. Айтап өткенімдей, iOS қосымшасын жасау үшін сіз язык программирования дейді ғой, программалау тілі, Objective-C және Swift тілдерін білу керексіз. Жалпы Swift тілін білсеңіз, сізге бұл жеткілікті. Өйткені Swift тілі жақында шыққан жаңа тіл, өте жазуға, жалпы приложение жасауға өте ыңғайлы. Сіз және Xcode дейтін программада өзіңіздің кодыңызды жазасыз. Бұл жалпы iOS. Енді iOS-тың плюсы минустарын қарайық. Жалпы неліктен сіздер қандай iOS-тың плюсы минустары бар? Кейіннен өзіңіз үшін, жалпы мүмкін сіз Android разработчик болғыңыз келеді, мүмкін Android-қа жасағыңыз келеді, сондықтан біз жалпы плюс минустарын қарап шығайық. Біріншісі ол үйренуге оңай язык программирования Swift. Жаңағы Swift бағдарламалау тілі. Сіз қорықпаңыздар, жалпы официальный сайт бар. Сол сайтқа кіріп, сіз Swift-тің базовый элементтерін, жалпы сол тілдің қалай жасау керектігін үйреніп аласыз. Екіншіден,
iOS разработчиктарға жалақыны жақсы төлейді. Себебі өздеріңіз де білетін шығарсыздар, байқаған шығарсыздар, iOS девайстар қымбат тұрады Android девайстарға қарағанда. Сондықтан не каждый себе может позволить, сондықтан ол қымбат болғандықтан жалақысы да өте жоғары Androidтарға қарағанда. Девайстар өте керемет. Доступ к лучшим девайсам дейді ғой. Бұл деген сөз мүмкін жалпы сіздер iPhone-ды қолданған шығарсыздар. iPhone-ды қолданған кезде сіздерге бәрі ұнайды, жарасымды, күшті, жалпы бәрі тез жұмыс істейді. Сондықтан сізде бұл да тағы бір плюстардың бірі. Және тағы бір плюстардың бірі ол платежеспособная аудитория дейді ғой, яғни ақша төлей алатын аудитория. Жалпы шыны керек, iPhone ұстап жүрген адамдарда жалпы былай салыстырмалы түрде қарағанда Android қолданушыларына қарағанда сәл ақша көптеу. Және олар, мысалы, егер сіз өзіңіздің платный приложениеңізді, платный қосымшаңызды App Store-ға салсаңыз, сатып алатын адамдар көбірек болады. Егер сіз, мысалы, Google Play-ға салсаңыз, ол жерде ақшаны аз төлейді. Жалпы бәрі бесплатный APK деп, обходтарын тауып, ақша төлегісі келмейді. iPhone-да адамдар ақша төлеуге дайын. Так, мына жақта қарап жіберейін. Сұрақтар бар екен. Так, сұрақтарды соңында жауап берейін. Енді минустарына керек. Минустары тщательная проверка всех загруженных приложений дейді. Сіз App Store-ға приложение салған кезде, сіздің приложениеңізді тексереді. Сіздің приложениеңіз жасай ма, сынбай ма, бүкіл кнопкалар басыла ма, соның барлығын тексереді. Бұл тексеру 2 күннен бір аптаға дейін жету мүмкін. Мысалы, Google Play-ға кірсеңіз, жалпы көп мусор. App Store-ға кірсеңіз, барлығы тап-таза, жинақы, бүкіл описаниясы барлығы толықтырған. Екінші минусы дорого, өйткені iPhone-ға жазу үшін сізге iPhone керек, және macOS дейтін, жалпы MacBook дейтін компьютер керек. MacBook-тың өзі өте қымбат тұрады. Мысалы, iPhone-ның өзі 320 мыңнан жоғары тұрады. MacBook-тар 800 мыңнан жоғары тұрады. Бірақ бұл жайында қорықпаңыздар, өйткені сіз жалпы бірінші алғашқы приложениелеріңізді жасаңыздар. Менде басында простой Windows компьютер болатын. Мен сол жерде Android-ты бастаған болатын. Мен жалпы бірінші iOS емес, Android-тан бастаған болатын. Бірақ бұл менің компьютерім өте слабый болатын. Мен ол жерде программа жасай алмайтын. Сондықтан маған жалпы көмектесіп сатып алып берген болатын. MacBook арзан 300 мыңға. Бірақ мен соны бір 2 айдың көлемінде қайтып шығарған болатын. Себебі жаңа айттым ғой, платежеспособная аудитория жақсы ақша төлейді, жақсы жалақы болады сіздерде. Сондықтан ол жайында қатты переживать етпеңіз. Сосын монополия, яғни мысалы Android-та қарайтын болсақ, көптеген производитель дейді ғой бар. Мысалы Samsung бар, LG бар, Huawei бар, бірнеше да, олардың барлығында операционная система Android. iPhone-да тек қана iPhone-дарда ғана iOS. Басқаларға сіз мысалы Huawei-ға iOS қоя алмайсыз. Samsung-қа iOS қоя алмайсыз. Бұл жалпы монополия дейді ғой. Бір жағынан жаман, неге монополия жаман? Өйткені, мысалы, монополист деп айтады ғой. Бір адам ешкімге доступ бермейді. А когда адамдар жарысып бір-бірімен, мысалы, Huawei, LG-мен жарысады, өзінің новый технологиясын шығарады. Мысалы, олар Samsung-пен жарысады. Жарысқан кезде олар адамдарға өте ыңғайлы функциялар ойлап табады. Apple-да ондай жарысатын ешкім жоқ. И олар монополист болып саналады. Бұл жалпы iOS бойынша. Енді Android-ға тоқталып өтейік. Мүмкін баршаңызда, барлығыңызда жалпы Android девайстары бар шығар. Сіз жалпы кіріп, Google Play Market-қа кіріп, приложениелер жазып аласыздар. Енді сол Android Google Play-ға қалай приложение жасау керектігі жайлы айтайық. Жасау үшін сіз 2 язык программированияны білу керексіз. Бұл Java және Kotlin. Java деген бұл ескі. Қазіргі новый, современный, жаңа молодежный деп айтады ғой. Бұл тіл Kotlin. Неге олай айтады? Өйткені сіз код жазған кезде сөйлем ретінде жазасыз. Яғни осы қосымша, осы кнопкаға басқан кезде кейбір функционалдарды көрсетеді, информацияны загружать етеді деген сияқты примитивті түрде түсіндіресіздер жалпы.
сөйлем жазасыз ғой, мысалы досыңызға хат жазғандай. Бұл жаңа Kotlin, Swift языктары сондай. Өте ыңғайлы, өте удобный. Мана үйрену өте оңай. Үлкен аудитория пользователей, жаңа атап өткен 72% әлемде Android девайстар, мүмкін бәлкім көп болуы мүмкін. Екінің бірі, мысалы, мен таныстарымдар қымбат өте. Android'ты бюджетный болғасын көп адамдарда бар, сондықтан оларда аудитория көп. Быстрый старт, бұл жерде менің айтып өткенім сізге кез келген Windows компьютері керек. Олар өте, 200 мың көлемінде жақсы Windows компьютер ала алсаңыз болады, және де 100 мың көлемінде жақсы бір Android телефон аласыз. Жалпы сіздің бастапқы вложениеңіз 300 мың. Ал iOS-та сіз 300 мыңға тек телефон аласыз. Мүмкін әрине бүгін алуға болады, бүгін табуға болады. Жалпы орта есеппен егер жақсысын қараймын десеңіз 250-300 мың көлемінде телефон аласыз, 400-500 мың көлемінде компьютер аласыз. Көріп тұрғаныңызда 2-3 есе көп. Конкуренция, өйткені Huawei бар, жаңа атап өткенде LG бар, Samsung бар. Бұлар компаниялар жалпы жыл сайын обновление жасайды, новый қызықты жаңа заттар жасайды. Соның барлығын көргендіктен, жалпы конкуренция жақсы болғандықтан Android телефондар, жалпы жақсы Android телефондар шығып келе жатыр. Енді бұл жерде минустарына тоқталып кетейік. Маленькая зарплата дейді, жалақысы төмен, да. Бұл енді салыстырмалы түрде, әрине. Мен жалпы Android жолдастарым, достарым бар. Олардың жалақылары жақсы. Бірақ Android старты тез болғандықтан, Android разработчиктар көп болғандықтан, рынокта көп болған сайын жалақы төмен түсе бастайды. iOS-ты бастау үшін iOS разработчиктары аз ғой. Сондықтан олардың енді табу қиын болғандықтан, олардың зарплаталарын чуть-чуть көбірек қылып жасайды. Енді маленькая зарплата бұл бір минусына жатқыздым мен, әрине. Екінші минустары много девайсов. Жаңа айтып өткенде Samsung-тың бірнеше түрлері бар, да. Huawei-дің тағы бірнеше түрлері бар. LG, там китайский қаншама телефондар бар. Бұның барлығына код жазу, және олардың экрандары әртүрлі. Біреуінікі үлкен, біреуінікі кішкентай, біреуінікі өте кішкентай. Бұны жалпы өте қиын, әрине. Ал iPhone-да сіз там iPhone 5, 6, 7, 8, 9 линейка болып кетеді. Сіз жалпы біреуіне жасасаңыз, барлығында жұмыс істей береді. Тағы бір минустардың бірі, неплатежеспособная аудитория дейді. Әлемде жалпы исследованиелер бар. Мысалы, App Store-дағы платный приложениелердің көбісі Android-та бесплатный. Бірақ Android-та пользовательдар көп болғасын реклама жасайды. Жалпы приложениенің ішінде реклама көрсетеді, сол реклама арқылы табыс көзін табады. iPhone-да бірден платный қылады, және контентті ішіндегі информацияны бесплатный, без рекламы и рекламасыз көрсетеді. Бұл жалпы бір минустарының бірі болып саналады. Және мен атап өткенде, сіз жаңа айттым ғой, Android-ті түсіну үшін сіз Java мен Kotlin-ді білу керексіз, iOS-ті білу үшін Swift пен Objective-C-ді білу керексіз, иә? Адамдар сосын айтты, біз неге жалпы екі тілді үйрену керекпіз? Неге біз бір тілде екі платформаға жасай аламыз ба деп. Сондай технологиялар ойлап тапқан. Солардың бірі, олар көп, әрине. Оларда мысалы жазу үшін JavaScript-те жаза аласыз. Яғни тек қана бір языкта JavaScript-та екі платформаға жасай аласыз. C# дейтін язык бар, және Cordova дейді ғой. HTML CSS-та бір ғана код жазып, екі платформаға кодыңызды жүктей аласыз. Оларда VS Code дейтін приложениелерде, Sublime, Visual Studio деген программаларда жасай аласыз. Енді плюсын, минусын қарайық. Плюстары жаңа айтып өткендей, сізде бір идея болса, сіз жасағыңыз келсе, бірден екі платформаға да, сізде iOS-та да, App Store-да да, Google Play-да да сіздің қосымшаңыз болады. Екінші плюсы, большая аудитория пользователей, өйткені сізде iOS пользовательдер болады, және Android пользовательдер болады. Олар жалпы 100% аудиторияны қамтып отырсыз. Және де быстрая проверка гипотезы дейді ғой, жалпы сіздің ойыңыз, идеяңыз болса, осы қосымшаны жасасам қалай болады екен, осылай жасасам қалай болады екен дегенде сіз бірден жасай аласыз, өйткені сіз бір код жазасыз. Ал жалпы
iOS, Android'да сіз iOS-қа бірінші отдельно бөлек жазасыз, Android-қа бөлек жазасыз. И бұлардың жалпы разработчиктарға жалақы төлеу керек болады ғой. Сіз екі адамға жалақы төлейсіз да, егер екі разработчик болса. Ал кросс-платформенный деп айтып тұр ғой, екі платформада бір ғана разработчик наймать етесіз, жалпы жалдайсыз. Ол сізге бір код жазып береді и бір ғана жалақы төлейсіз. Дешевле разрабатывать дейді, әрине бұл рас. iOS, Android-қа жаңа атап өткендей екі жалақы төлегеннен гөрі сізге бір жалақы төлеген ыңғайлы. Жалақылары да жақсы, өйткені екі тілде, екі платформаға жазатын специалисттар өте аз, сондықтан жалпы разработчиктар аз болған сайын олардың зарплаталары көбейеді. Егер разработчиктар көп болса, олардың зарплаталары тоже төмен түседі, өйткені адамдар таңдай бастайды. Сіздің жаңағы жұмысқа алып жатқанда кісі айтады, там рынокта көп разработчиктар, мен басқаларын көргім келеді дейді. Ал егер мысалы аз болса, сіз айтасыз, жалпы рынокта аз, и сізді алғысы келеді. Минустарына тоқталып өтейік. Жаңа айттым ғой, высокий порог вхождения дейді ғой. Кіру өте қиын. Жалпы сіз iOS, Android-ті түсіну керексіздер, оны түсінбесеңіз қиын. Много девайсов, сіз жаңа айтып өттім ғой, Android-та өте көп, оған қоса iOS қосылады. Бұның барлығын поддерживать ету қиын. Және нестабильность. Мысалы, iOS-та жасаған затыңыз Android-та жасамай қалуы мүмкін, Android-та жасаған затыңыз iOS-та жасамай қалуы мүмкін. Өзінің сондай минустары бар. Енді сіздерге жалпы мен өзім iOS разработчикпін, iPhone-ға приложение жасаймын. Менен көп адамдар сұрайды, жалпы iPhone-ға приложение жасау үшін не істеу керек дейді. Мен сізге жаңағы шагым дейді ғой, қадам бойынша не істеу керектігін айтып беремін. Бірінші, жаңа айтып өттім ғой, Swift дейтін езікті оқу керексіз. Кітап бар, оның аты The Swift Programming Language, ол Apple компаниясынан. Осы кітапты оқып шығу керексіз. Жаңағы езік программированияны түсіну керексіз. Қалай жазу керектігін. Екінші, жалпы Стэнфорд дейтін университетті білетін шығарсыздар көбісі. Сол Стэнфордта iOS-қа қалай жасау, iOS-қа қосымша қалай жасау керектігі арқылы, жасау керектігі жайлы курс бар. Сол курсты өтіп шығыңыз. Кейіннен жалпы Apple-дың өзінде гайд бар. Гайд деген сөз бағдар. Жаңағы UI элементтер, мысалы сіз iPhone приложениені ашасыз ғой. Сіз ашқан кезде қалай кнопкалар тұру керек, қандай отступтар тұру керек, элементтардың орналасуы, элементтардың аттары, соның барлығын білу керексіз ғой. Сол үшін сізде тағы бір кітап бар, Apple Human Interface Guideline. Осы кітапты, осы гайдты, бағдарды оқып шығу керексіз. Түсіну керексіз жалпы неліктен iPhone, мысалы iPhone мен Android-тың өздерінің разницалары бар, мысалы өзінің дизайны бар, сол дизайнды сіз түсіну керексіз. Бұл үшінші степ. Төртінші шаг, ол бізде бірнеше өзіңіздің простой, жалпы оңай приложениелерді жасап шығу. Мысалы, ауа райын қарайтын приложение, калькулятор, немесе сіздің достарыңыздың спискісі, сондай кішігірім, сіздің жалпы қолыңызды набивать ету керексіз ғой, қолыңызды үйрету керексіз, түсіну керексіз. Сондықтан сондай кішігірім приложениелер жасау керексіз. Енді 5-ші пункт ментор табу. Ментор дейтін жалпы ұстаз. Сізге бағдар көрсететін. Немесе курстар бар, қазір определенный, жаңа атап өттім ғой, Infactorial School дейтін. Мен мысалы жаңа курсты өттім, ол жерде бізде менторлар болады, мұғалімдер. Сол мұғалімдер олардың опыттары көп та, мысалы 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл осы iOS саласында қызмет етеді. Олар бізге оңай түрде айтып беруі мүмкін. Осылай жасасаң, осылай код жазу керек, осылай элементтарды қою керек. Сондай ментор табуға тырысыңыз. Өйткені ментор арқылы сіздің информацияны осваивать ету, информацияны түсіну в разы быстрее болады, тезірек болады. Және ең маңызды советтардың бірі, блогтарды оқу керексіз, видеороликтарды қарау керексіз, күнде жаңа зат үйрену керексіз. Жаңа мен сіздерге ссылкаларын берем, сол сайттарды қарап, көріп, үнемі ізденісте болу керексіз. Бұл ең маңызды шарттардың бірі. Келесі шаг бізде стажировка өту. Яғни сізде көзі қараңыз, сіз жаңа курстардың бәрін өттіңіз. Сізде бірнеше простой приложение бар,
жалпы компаниялар, мысалы колеса мен жұмыс істеген жерге, олардың өздерінің академиялары бар. Мысалы Choco Family қолданған шығарсыздар, рахмет, Choco Food деген приложение, олар тоже мобильді қосымшалары бар, иә. Сол мобильді қосымшаларына олар стажировка жасайды. Сол стажировкаға барып, өзіңіздің резюмеңізді тапсырып, өзіңіздің жалпы сізге мобильді қосымша жасау қызығы екенін айтсаңыз, олар собеседование өтсеңіз, сіздерді жұмысқа алуы мүмкін. Сондықтан сізге опыт береді ол үлкен. Және стажировкада өзіңізді көрсетуге тырысыңыз, что сізге программирование қызықты, сіз жалпы программированиемен айналысқыңыз келеді. Және позицияға жұмысқа алуға талпыныңыз. Мысалы, мен мектепте оқыдым, инкубатор дейтін. Маған программировать ету өте қызық болады. Мен жалпы 11-ші курста білдім не екенін программирование. Мен мысалы жолдастарым бар, олар 6-7 сыныптардан бері программированиемен айналысады. Олар өте мықты программисттар. Мен кейін кеш білдім, бірақ ешқашан кеш емес. Бәрі өздеріңіздің қолдарыңызда, яғни сіздер қазір мектеп жасында оқып жатсыздар ғой. Сізде мүмкіндіктер көп, информатика сабағында апайыңыздан көп сұрап, видеоуроктар қарап, туториал, мысалы интернетте барлығы бар. Барлығын оқуға болады. Жалпы как начать iOS разработку десеңіз, сізге көптеген сілтемелер болады. Солардың барлығын. Кейіннен, мысалы, 9-шы пункт получить свой первый заказ дейді ғой. Мысалы, сіздің таныстарыңыз болуы мүмкін, да? Сіз жалпы мысалы қараңызшы, өздеріңіз ойнайсыздар, қолданасыздар. Мен мысалы, менде ішінде мынандай болды. Мен бұларды қолданғым келмейді, мен сондай приложение өзім жасағым келеді. Іште өзім соны жасасам қалай болады екен? Андай пользователь емес, творитель, создатель дейді ғой, жаңағы создавать ететін сол жағы қызық болды да. Сондықтан мысалы сіздің достарыңыз болуы мүмкін, біледі, мен осындай мобильді қосымша жасағым келеді. Сондай достарыңыз болса, сіз айтсаңыз болады, мен сізге жасап берейін, соны тегін жасап берейін. Жалпы немесе ақшасына да келіссеңіз болады, немесе өзіңіздің идеяңыз болса. Мысалы, сіздер шетелдік ойындарды ойнайсыздар ғой, шетелдік приложениелерді қолданасыздар ғой. Неліктен сондай приложениелерді өзімізге жасамасқа? Сондықтан өзіңіздің жалпы ойыңыздағы идеяны реализовать ете аласыз, өмірге келтіре аласыз соны. Соңғы пункт, каждый день изучать что-то новое, мен оған дейін айтып өткем. Үнемі ізденіс, үнемі талпыныс, үнемі оқуда болу керексіз, өйткені IT саласы өте қарқынды дамиды. Мысалы, менің 2-3 жыл оқыған заттарым уже устаревший, ескі, да? Мен жұмысқа келген кезде 1 сағат көлемінде жаңалықтарды оқимын, жалпы IT саласында қандай новый трендтар шығып жатыр, нені қарау керек, нені изучать ету керек, соның барлығын анализ етіп қарап отырам. Өйткені мен қарамасам, мен қалып қоям. Сондықтан қалмаш үшін үнемі ізденісте болу, бұл жалпы IT саласының ең бір маңызды шарттарының бірі болып саналады. Енді қараңыз, сіз курстарды өттіңіз, стажировканы өттіңіз, да? Енді жұмыс табу керек. Жалпы біздің барлығымыздың арманымыз жақсы жерде программист болып жұмыс істеу. Ол үшін әрине бізге бірінші этап резюме толтыру керек. Резюме деген ол сіздің жаңағы сіз жайлы информация. Сіз қандай мектепте оқыдыңыз, қандай университетте оқыдыңыз, қандай волонтерлық қызметтермен айналыстыңыз, қандай полезный заттар жасадыңыз, сол жайлы. Оларды HeadHunter сайтын, яғни бәлкім білетін шығарсыздар, бірақ жаңа мен атап өткендей, LinkedIn дейтін сайт бар. Бұл тек қана IT саласындағы адамдарға арналған HeadHunter. Бұл жерде барлығы ағылшынша. Сол жерде өзіңіздің профиліңізді толтырсаңыз болады. Және GitHub деген сайт, бұл жерде сіз барлық кодтарыңыздың жиынтығы, мысалы, сізді жұмысқа алардың алдында сізден сұрауы мүмкін, сен кодыңды көрсетші, біз сен қалай код жазасың көрейікші. Сол кезде сіздің портфолиоңыз, жалпы осы GitHub дейтін жерде сіздің портфолиоңыз жиналатын жер. Интервью өтуден қорықпаңыздар. Жалпы мен білмеймін, мен әлі дайын емеспін, мен әлі оқымадым. Сіз жалпы iOS позиция деген вакансия ашық тұрса, сол жаққа өзіңіздің резюмеңізді жіберіңіз, собеседование өтіп көріңіз. Собеседованиеда сіздің слабый, білмейтін түпкі тұстарыңызды айтып бере алады. Вот сен мына информацияны білмейсің, осы технологияны білмейсің. Мен мысалы кезінде әр ай сайын айына 2 рет собеседование өтіп тұратыным. Өзімді жаңағы держать в тонусе дейді ғой. Жалпы спортсмендер күнде шынығады. Сондықтан адамның басында сөйтіп шынықтырып тұру керек, та?
миды да. Сондықтан мен собеседование өтетім. Собеседованиеда маған сұрақтар қояды, мен ол сұрақтарды білмей қалсам, үйге барып соларды оқып, қарап, неліктен мен білмей қалдым деп, уже келесі собеседованиеға, келесі интервьюға мен дайындалатынмын. Яғни сізге бесплатный фидбек береді, жалпы сіз осы определенный технологияны білмейсіз, немесе сіз білетін технологияны қарайды, жалпы қалай, қаншалықты жақсы білесіз. Қазақстанда табу үшін жаңа атап өткендей HeadHunter-ға кірсеңіз болады, Telegram-да өте группалар бар, Mobile Dev Jobs, бұл жерде мобильді қосымшалар жасайтын адамдардың вакансиялары салынады, және DevJobs дейтін каналы бар. Бұл каналдарды Telegram-нан тауып алсаңыздар болады. Егер иностранный компанияларға подавать еткіңіз келсе, сіз жалпы Қазақстанда жұмыс істегің келмейді, мен шетел көргім келеді, ел аралағым келеді десеңіз, айтып өткендей LinkedIn парақшасын толтыру керексіз, GitHub-қа бүкіл портфолиоларыңызды салу керексіз, және Angel Co дейтін сайт бар. Бұл сайтқа өзіңіздің резюмеңізді тағы жүктейсіз, сіздерге шетелдік компаниялар ұсыныстар предлагать етеді. Енді қараңыз, қазіргі таңда пандемия вирусқа байланысты барлығы удаленкаға көшіп жатыр. Сізге неліктен шетелдік компанияларға жұмыс істеген тиімді? Біріншіден, сіздің жалақыңыз валютада болады, долларда. Сіз жалпы доллардың курсын білесіздер, я, $1 там 420 теңге. Сіз Қазақстанда отырасыз. Шетелде доллармен ақша тапқандықтан сізге жақсы жалақы болады. Өте жақсы жалақы болады. Мен мысалы жолдастарым бар, Қазақстанда отырады. Қазақстанда өмір сүру арзан. Мысалы, егер сіз шетелге, Европаға кетсеңіз, ол жақта сіз пәтерді жалдайсыз, тамағыңыз бар, жүріс-тұрысыңыз бар, оның барлығы өте қымбат. Ал сіз егер удаленкада жұмыс істейтін болсаңыз, сіздің жалақыңыз еврода немесе долларда болады, өте жоғары. Сіз жалпы жақсы ақша жасай аласыз. iOS-та қандай сұрақтар қойылатын? iOS Interview Questions дейтін интернетте тауып алсаңыз болады, базовый сұрақтар. И есеп шығара білу керексіз, кішігірім, яғни алгоритмдар береді сізге. В основном екі есеп береді, бір есеп оңай, екінші есеп қиындау. Сіздің логикаңызды тексереді, мышлениеңізді тексереді, сіз қалай ойлайсыз, соның барлығын олар қарап береді. Мен жалпы тәмамдадым. Егер сіздерде сұрақ болса, мен жауап беруге дайынмын. Мырза, Тыңдап тұрмын сізді. астан сұрақ қойсам болады ма? Иә, болады. Қазіргі таңда Қазақстандағы ең сұранысқа ие 3 бағдарламау тілі және сізге бағдарламау 3 бағдарламау тілі. Бір тіл жаттау қанша уақыт? Ау? Сіз үзіліп жатсыз, сұрағыңызды қайталап жібересіз бе? Қазақстанда 3 сұранысқа ие бағдарламалау тілі, бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, сізде бағдарламау бір тілі жаттауға қанша уақыт кетеді? Бірінші сұрақ, меніңше қазіргі таңда Қазақстанда бірінші орында әрине JavaScript, яғни веб-сайттар, мен жалпы мобильді қосымша жасаймын. Басқа сала бар, веб-сайт создавать ету, иә, сайттарға кіресіз, қолданасыз. Бірінші орында әрине JavaScript, екінші орында Java, үшінші орында жаңағы мобильді қосымшалар жасау, Kotlin и Swift языктары. Вот 3. Енді бір тілді үйренді, да, мысалы қарайық, біз JavaScript-ті оқығымыз келеді, қанша уақыт кетеді? Әрине, бұл сіздің өзіңізге байланысты. Сіз қанша уақыт күніне жұмсай аласыз. Мысалы қараңыз, сіз егер күніне 2 сағат жұмыс істесеңіз, сіздің скоростыңыз аз болады. Егер сіз таңғы 10-нан кешкі 7-ге дейін күнде үйренесеңіз, сіздің жылдамдығыңыз тез. Бұл сұрақ енді қалай айтсам болады? Өзіңізге байланысты. Жалпы бір 2 айдың көлемінде бағдарламалау тілін үйреніп шығуға болады. Және маңызды бір ақпараттардың бірі, мысалы қараңыз, менің негізгі бағдарламау тілім Swift деген язык, бірақ мен Swift-ті біліп, мен мысалы Kotlin-ға көше аламын, себебі базовый заттар бірдей. Маған тек синтаксисқа ғана көңіл бөлу керек. Солай, жалпы өзіңізге байланысты 2 айдың көлемінде бағдарламау тілінің бастапқы синтаксисін үйренуге болады. Ал мобильдік бағдарламаларды сіз Unity платформасына істейсіз бе? Жалпы тағы бір өте қызықты сала бар. Бұл игровая индустрия дейді ғой, ойын жасау.
сіз жалпы барлығыңыз ойын ойнайды деп білемін. Жалпы ойын ойнайтын шығарсыздар. Сол ойындарды жасау үшін көптеген движоктар бар. Яғни iOS-қа, Android-қа жасау үшін Unity дейтін бағдарлама бар. Мен жалпы ода жасап көрмегенмін, бірақ ойын жасау үшін сіз Unity, Unreal Engine және тағы да басқа көптеген ойын платформаларының движоктарын үйрену керексіз. Ол үшін сіз C# деген езікті білу керексіз. Келесі сұрақ қойсам болады ма? Болады. Қазақстанда мысалы қалай ойлайсыз, қазіргі таңда қазақстандықтар UX пен UI маманына зәру ме? Зәру. Бұл өте қызықты салалардың бірі. Себебі қараңыз, біз күліп айтам кейде, біз қара жұмысшыларымыз секілдіміз, өйткені бізге макеттар келеді, бізге дизайндар келеді, біз сол дизайндарды салып сызамыз, иә. Ал дизайнерлар соны суреттерін салады. Ол суреттерін тек қана сала қоймайды, ол жерде жаңа исследование дейді ғой, адамдардың қалай басатыны, қалай кіретіні, жалпы қандай кнопкалар түстерді, барлығын исследование жасайды. Өйткені сізді көп мобильді қосымшаны қолдансаңыз, сіз көп ақша әкелесіз. Сондықтан жалпы бұл сала өте сұраныста, өте қызық салалардың бірі. Жалпы бұл дизайн дейді ғой, UX, UI дизайнер. Яғни UI дейтін user interface, жалпы суреттің салынуы, UX деген user experience, жалпы сол салынған суретті қаншалықты қолданыста қолдануға болады. Мысалы қарашы, егер сізде әп-әдемі сурет, бірақ сіз кнопкаларын баса алмасаңыз, қолдана алмасаңыз, жындана бастайсыз. Адамдар, пользовательдер жынданбас үшін оның UX-ін ойлап табады. Осы адамдарға оңай болсыншы, тез қолданышыншы. Мысалы сіздер қалайсыздар ғой, приложениеға кіріп, бірден тез өзіңіздің заттарыңызды жасап шығып кету. Ал кейбір приложениялар болады, ішіне кіресің, дым түсінбейсің, қайда басу керек. Сондықтан жалпы бұл өте сұраныста, өте жақсы сұрақ, өте пайдалы салалардың бірі. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, кешірерсіз, сұрақ қояйын деген едім. Мысалы, өз мектепте оқыған кезде информатика деген сабақ болған болар, және мектепте оқыған сіздің алған дүниелеріңіз кейін көмектесті. Мен ауыл мектебінде оқығам. Бізде информатика өтірік болатын. Шыны керек, ашығын айтайын. Мен жалпы айтып тұрмын ғой, бірінші курста түсіндім программирование не екен. Оған дейін мүлдем білмейтін программирование жалпы не екен. Мектептен ештеңе алмадым, шынымды айтайын. Паскаль деген езікті оқыған болатынбыз. Бізге мектепте Word, Paint дейтін программаларды үйрететін. Қазір енді білмеймін, қазір Python бағдарламалау тілін енгізіп жатыр ғой. Өте жақсы езіктердің бірі болып саналады, әрине. Шынымды айтсам, мектептен ештеңе алмадым. Университетте. Рахмет. Сұрақтарыңыз болса, қатысушылар. Қайырлы күн, сұрақ қойсам болады ма? Әрине болады. Аида, сіз қойыңызшы сұрақ. Аида Ерлан қызы. Сосын Қожахмет Балжан, қаша? Осыға дейінгі сізде ең ұзақ және де ең аз уақыт алған бағдарлама қайсысы болды жасау барысында? Сол жайлы айтып берсеңіз. Бізде андай челлендж қояды ғой. Біз өзіміздің разработчиктардың арасында болатын. Біз бір аптаның көлемінде мобильді қосымша жасайықшы деген. Бізде компанияның ішінде сондай жарыс болатын. Біз сол бір аптаның көлемінде мобильді қосымшаны жасап, оны App Store, Google Play-ға жүктеген болатынбыз. Жалпы бір аптаның көлемінде жасамыз. Ол өте қарапайым мобильді қосымша болатын. Яғни сіз кіресіз, информация көресіз, болды. Ондай қатты замудренный қиын заттар болмады. Бір аптаның көлемінде жасалған. Әрине 2-3 күннің ішінде де жасауға болады. Жалпы ол қиын емес. Көбісі, мен сіздерге жалпы основной затты айтайын. Көбісі ойлайды, программирование қиын, программированияны басы қатыстайтын адамдар, сверхлюди, мықты адамдар деп ойлайды. Олай емес. Сіз бәрі программировать етуге болады. Қазіргі таңда IT саласы өте қарқынды дамып жатыр. Және IT саласында жалпы адамдарға жалақыларын жақсы төлейді, условиялар жақсы береді, свободный график. Мысалы, менің өзімде андай жоқ, что мен 9-да жұмыста болу керекпін, 6-ға дейін деген. Мен мысалы, егер өзімнің маған түскен задачаны, тапсырманы бітірсем, мен кез келген уақытта жұмыстан кете қоямын. Мысалы,
мысалы пандемия вирусқа қарамаймыз, біз удаленно жұмыс істей береміз. Мен мысалы кез келген қалада боламын Қазақстан. Мен кіріп компьютерға кіріп өзімнің жасайтын заттарымды жасап жұмыс істей беремін. Өте керемет та осы IT саласы. Сол жағына мен жалпы Қазақстанда көп IT азаматтары, IT саласындағы адамдар болса екен деп армандаймын. Өйткені мұнай бір күні болмаса бір күні бітеді. Сондықтан бізге адамдар керек сондай. IT саласы қиын емес. Бастысы бастаңыздар. Жақсы. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сіз өзіңіз үлгі тұтатын программистер бар ма? Және де сіз үшін ең керемет жоғарғы приложение. Үзіліп естілді, өкінішке орай қайталап жібересіз өтініш. Сіз үшін сіз өзіңіз үлгі тұтатын программистер бар ма? Және өзіңіз үшін ең керемет үздік приложение. Өте керемет сұрақ. Әрине үлгі тұтатын программисттер бар, олар өте көп. Жалпы мен әлем бойынша айта аламын, и Қазақстанда айта аламын. Бірінші әлем бойынша айтайық. Үлгі тұтатын программисттардың бірі, ол Linux фамилиясын ұмытып қалдым, ол кісінің ол Linux операциондық жүйесін жасаған кісі болатын. Және Git дейтін система контроля версия дейтін затты ойлап тапқан. Екінші Джон Сандель дейтін швед программисті. Жалпы мен оның блогтарын оқимын, социалды сеттарда, Твиттерда, Инстаграмда ол кісіге подписанмын. Жалпы сол кісіге еліктеп, сол кісі секілді код жазғым келеді. Өйткені программирование бір жағынан қарасаңыз искусство сияқты да. Өйткені творческий мамандықтардың бірі болып саналады. Көбісі ойлайды, там технарлар есеп шығару керек, ондай емес. Мен жалпы код жазған кезде бір дүние создавать еткен секілді боласыз да, бір әлемде жүрген секілді. Жалпы продумывать ету, творческий процесс өте қызықты, жаңа ми қозғалыста болады үнемі. Екінші адам Джон Сандель, және үшінші адам Дэн Абрамов деген кісі, ол Фейсбукта жұмыс істейді, редакция дейтін инструментін ойлап тапқан. Бұл әлем бойынша. Қазақстанда Арман Сүлейменов бірінші, өйткені ол IT саласына үлкен үлес қосуда. Екінші Аян Еңбекбай. Бұл жігіт қазіргі таңда шетелге жұмыс жасауда. Көптеген приложение, бұл жігіт iOS приложенияларды жасай алады, Android приложенияларды жасай алады, веб-сайттарды жасай алады. Бұл бала Шымкент қаласының тумасы. Және Бақытжан Байжекенов деген кісі, бұл Қазақстанға информатикадан алғашқы алтын алып келген кісі. Информатикадан әлемдік жарыста бірінші орын алған. Бұл университетте или мектепте оқып жүргенде алтын алған кісі. Жалпы Қазақстанда мен үш кісіні, әрине көп кісілер көп, жарып бүйтіп айтқым келмейді, әрине барлығы да жақсы IT специалисттер бізде бар. Бірақ жалпы егер алатын болсақ, жалпы осы үш кісіні айтуға болады. Ең сүйікті приложение Қазақстанда Каспий. Себебі былай қарасаңыздар, Каспий өте көп проблемаларды шешу. Жалпы мобильді қосымшалардың жасаудың жалпы басты міндеті бұл проблема шешу. Яғни бұрын біз ақшамен наличка іздеп, хранить істейтін болсақ, Каспийда сіз моментально бір-біріңізге бірден әп-сәтте ақша жібере аласыздар. Жалпы туысқаныңыз болса, басқа қалада. Жалпы Қазақстанда үлгі тұтатын приложение Каспий. Әлем бойынша әрине бірнеше категория бар. Жалпы былай атап айту қиын. Әлем бойынша мүмкін WeChat, өйткені қазір әлем бойынша барлығы WeChat жасағысы келеді. WeChat дейтін супер приложение. Ол приложениенің ішінде сіз такси заказать ете аласыз, тамақ заказать ете аласыз, барлығын жасай аласыз. Әлем бойынша WeChat, Қазақстанда Каспий. Саламатсыз ба, сұрақ қойсам болады ма? Мен енді программист бағдарламасын енді бастап жатыр едім да. Мысалы, қандай неден бастасам болады? Или кітап оқысам, или қандай программаларды былай көрсем болады деп сұрайын деп едім. Сіз қай курстасыз қазір? Мысалы, менде де мектеп бағдарламасында информатика сабағынан ондай не ала алмадым да мәліметтерше. Мен қазір бірінші курспын, IT мамандығы бойынша неге түстім, универге. Енді сол уақытта сұрап едім ғой, қалай бастасам болады деп. Сіз IT саласы үлкен сала жалпы. Үлкен сала, оның ішінде бірнеше мен сізге көрсеткен информация, ол малая часть, кішігірім ғана бөлігі да. Енді қараңыз,
неден бастасаңыз болады. Python дейтін языкты үйренсеңіз болады. Ол Python ең оңай язык программирования деп аталады. Сол Python тілін үйреніп шығыңыз. Кода Академи дейтін сайт бар. Python курсы по Python десеңіз, бірінші Google-да шығады, сол курсты өтіп шықсаңыз, жалпы бастама содан бастасаңыз болады. Аматсыз ба? Менің сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмын сізді. Мен алым. Тыңдап тұрмын. Сұрақ қойсам болады ма? Жаңа біреу қойғысы келді, үзіліп кетті. Ол кісі үзіліп кетті дейме. Мен қойсам, мейлі қой бар. Сұрақ қойсам болады ма? Қадырбек, сіз кім, мен мына жақта көрмей тұрмын, сіз көмектесіп жібересіз, кім сұрақ қойса. Рамазан, қойсаңызшы сұрағыңызды. Рамазан. Рамазан, естіп тұр ма? Естіліп тұр, иә? Естіп тұр ма? Есіліп тұр. Қазіргі таңда қанша бағдарлама түрін білесіз? Мысалға, қазіргі кезде университеттерде IT саласы бойынша веб-разработчик деген мамандық аз, көп универде жоқ. Соны былай ашуға қалай қарайсыз? Мысалы, мен IT саласын бітірдім де, колледжде осы жылы университетке түстім. Бірақ маған айтты, то, что ВПО-ға түсесің, типа, соңында 5-ші курстың кезінде ғана там мобильный приложение жасайсың, өзің білесің деді. Ал мен веб-разработкаға жақынымда, там Вестайт деген ұнайды сайттарды. Мен өзім жалпы нақты жақсы терең деңгейде iOS, Swift, Objective-C тілдерін білемін. Бірақ университетте біз C++ өттік, Java өттік, JavaScript өттік, сосын C# тілдерін өттік. Айтып тұрмын ғой, бір языкты білсеңіз, келесі языққа өту ешқандай қиындық туғызбайды. Ешқандай сіз проблема болмайды. Сіз бірден өтіп кетсеңіз болады. Енді сұрақ бойынша. Мен жалпы ең маңызды зат айтқым келіп тұр. Университетте надеяться, үміт артпай қойыңыз, что университет сізге білім құйып береді, университет сізде IT саласының специалисті қылып, там программист қылып жібереді. Олай емес, университет сіздерге тек қана жақын достар береді. Осыны түсініп алыңыз, ол сізге өмірде керек болады. Жақын жолдастар, таныстар береді. Ал қалғанын бағыт бағдар береді, жалпы болды. Басқа университет ештеңе бермейді. Әрине қызық сабақтар бар, қызық ұстаздар да бар, бірақ менің өзім түсінгенім, жалпы менің егер 4 жыл бұрын қайтсам, университетке бармас едім. Мен жалпы өзім интернеттен тауып оқи салатын едім. Бірақ университет маған өте керемет достар берді. Сондықтан сіз айтып жатыр ғой, 5-ші курста оқытады, оған қарамаңыз. Мен мысалы 1-ші курстан кейін сразу жұмысқа бардым. Мен тегін жұмыс істегем. Мен айтқам, мен стажировкаға алыңызшы, мен тегін жұмыс істеп берем, дайынмын деп. Мен солай жұмысқа алатынмын. Сол жұмыста мен өзімді көрсетіп, 50 мың теңге жалақы болатын. Мен ол кезде университетте оқимын, 4 сағат сол жерде жұмыс істеймін, айына 50 мың теңге. Бұл стипендия, екі стипендия болатын. Мен жалпы өзіме жақсы болады. Сөйтіп жұмыс істеп, жалақым көтеріле бастады. Сондықтан Рамазан, университет сізге аса қатты білім бермейді, жақын жолдастар береді. Ал білімді сіз өзіңіз табасыз, сіз стажировка өтесіз, практика өтесіз, жұмысқа барасыз, сол арқылы табасыз. 2-ші, 3-ші курстан бастап жұмыс істей бастаңыз, өйткені университет бітіргеннен кейін көп адамдар айтады, мен университетті бітірдім, жұмыс таба алмай жүрмін. Әрине жұмыс таба алмайды, өйткені олар университет кезінде жұмыс істеп, стажировка өтпеген. Мен мысалы 4-ші курстан кейін оқуды бітірдім, маған бірден ұсыныстар түсе бастады. Бізге жұмысқа келші, бізде осындай условия, бізге келші, осындай заттар жасаймыз деген секілді. Сондықтан Рамазан, сіз егер вебқа жақынсыз ғой, веб-студиялар Алматыда, Астанада, сіз қай қаладасыз? Қазір Қызылордада, бірақ Алматыға уже бір аптадан кейін барамын. Жұмысқа тұрдым. Алматыға келсеңіз, сол веб-студияда жұмыс істеңіз. Сол жұмыста практика көп аласыз, навык көп аласыз, реальный продакшн дейді ғой. Сол жерге барыңыз, сізді сол жұмыста көп үйретеді университетке қарағанда. Сізде мынадай бола ма? Мысалы үшін бір программа жазасыз да, и тоқтатып қоясыз, соны сохранить етіп, келесі күн тұрасыз да, типа, мына жері дұрыс емес, кодты қайтадан библиотекадан қысқарту керек болады. Қайтадан басынан бастап жазып шығу. Бола ма сізде? Иә, болады әрине. Айттым ғой, IT саласы творческий сала, мысалы кейде там таңертең тұрып бетті қол жуып душта жүрген кезде андай ойлар келіп қалады. Блин, мына жердің былай жазып жіберу керек еді деген секілді. Мына жерін дұрыстап жіберу керек еді.
Сосын келесі да басты свежий болады. Мысалы түнде жұмыс істеген кезде қиын ғой, там бір оптимизациялар жасаймыз, дұрыстаймыз код, тез жасау керек, тез қимылдау керек код. Сондықтан әрине болады, ол дұрыс дүние, жалпы жақсы дүниелердің бірі. Кеңестеріңізге рахмет. Сәлеметсіз, сұрақ қойсам болады ма? Қоя беріңіз, сұрақ тыңдап тұр. Сіз осы негізі мобильді приложениялар жасайсыз, иә? Ал мобильді ойынға қалай қарайсыз, мысалы? Жасағыңыз келе ма? Мысалы, Free Fire секілді ойындарды білесіз ба? Атыс секілді. Иә. Ойын жасағым келеді, арманым, бірақ қызық өте ойын саласы. Жалпы ойын саласында көп ақша, қаражат жасауға болады. Жалпы бірақ бұл жерде атап өтуім келеді, қаражат, ақша деп ақшаның соңынан жүрмеңіздер. Жалпы бастысы өзіңіздің ішкі жан дүниеңіз ғой. Егер сізге мысалы ойын жасау қызық болса, сол салаға кетуге тырысыңыз. Ойын саласы өте керемет, ол жақта жақсы дүниелер. Мысалы менің досым бар, Unity программасында ойындар жасайды. Жақсы қараймын, өте керемет. Бізде Қазақстанда группа бар, Game Dev Қазақстан дейді, бүкіл ойын жасайтын адамдар жиналған. Үйренсеңіз болады, бірақ мен енді кішкене IT саласы үлкен сала дедім ғой, мен басқа салаға бет бұрдым да, мен сол жаққа қарай көп көңіл бөлдім. Бірақ сізге ойын жасау қызық болса, сол саланы көріңіз, өте керемет салалардың бірі. Жарайды, рахмет. Сау болыңыз. Сұрақ қойсам болады ма? Тыңдап тұрмын. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Мен сұрақ қояйын деп едім. Жалпы, сіз айтып жатырсыз, осылай істеу керек, шаг бойынша. Енді сол шагты, мысалға, бір курс ашып, репетитор ретінде, куратор ретінде, жалпы білімге, үйретуге қалай қарайсыз? Ойымда бар. Мен жалпы 5 жылдың көлемінде мобильді қосымша жасап жүрмін ғой. Тонкостарын білем да, қалай, бірақ қазіргі таңда болмай жатыр, бірақ болашақта мүмкін өзімнің курсымда и қазақ тілінде жасағым келеді. Өйткені қазақ тілінде информациялар өте аз өкінішке орай. Әрине программирование ету үшін сіз ағылшын тілін білу керексіз. Бірақ мен жалпы өзімнің арманым жалпы ауылдағы балдарға қазақша IT саласын үйрету, IT специалисттер көп болсыншы деп. Өйткені Белоруссия елін қарасаңыз, немесе Украина елін қарасаңыз, оларда мұнай, пайдалы ресурстар ештеңе жоқ. Тек қана адамның басы, айтишниктар, ең мықты айтишниктар Белоруссия мен Украинада. Ойымда бар. Мүмкін болашақта жасаймын. Қашан екені белгісіз, айта алмаймын. Алло. Иә, Қарағат, сұрағыңыз қойсаңыз болады. Тағы да қайырлы күн. Жоқ, осылай, только диктофонымызда. Тағы да қайырлы күн барлықтарыңызға. Сізден сұрағым келгені, осы IT саласын таңдау үшін міндетті түрде физматты оқуың керексің бе, әлде информатиканы оқысаң да жеткілікті ме? Және де бұл мамандықтың болашақта маңызы өте зор бола ма? Қалай ойлайсыз? Ол үшін міндетті түрде колледжді бітіріп универге түскен дұрыс па, әлде 11-ден кейін универге түссе де бола ма? Қай жағы удобно? Қараңыз, Қарақат, бірінші сұрақ. IT саласы ең востребованный салалардың бірі. Прям тренд. IT специалисттарға спрос үлкен. Мысалы, мен өзім жұмыс істемеймін, маған күніне 5-6 адам жазады, бізге жұмысқа кел, бізге жұмысқа тұр. IT саласы өлмейді. 50-100 жылдың көлемінде ол дами береді. Сондықтан IT саласына бағыт бұрсаңыз, қор болмайсыз. Сосын, қандай сұрақ еді, ұмытып қалдым, кешірім сұраймын. Физматты оқыған. Жалпы адамның өзіне байланысты. Мысалы, мен оқыдым физмат мектебін, сосын кейіннен университетке түстім. Бірақ мен таныстарым көп, которые финансы саласынан келген, маркетинг саласынан келген, юридический факультаттардан келген, жалпы үйтіп, қалай айтсам болады, дефолтный шагтар дейді ғой. Мектеп бітіреді, университетке түседі, немесе колледжге түседі, ол маңызды емес. Жалпы жаңа айтып өткендей, университет, колледж ол сізге таныстар ғана береді. Өзіңіз жалпы самоучка дейді ғой, өзіңіз үйреніп алсаңыз да болады. Мен ондай талай адамдарды көргенмін. Сондықтан қорықпаңыз, жалпы не обязательно. Бірақ
Физика не обязательно. Шынымды айтайын, мен мысалы физиканы оқыдым, қатты керек деп айта алмаймын. Білсеңіз жақсы, математика керек. Қатты прям математика керек деп енді біз бағдарыңызға байланысты. Менің мысалы саламда, мен жасайтын кодта мен математиканы аса қатты қолданбаймын. Бірақ дата сайенс дейтін зат бар, биг дата, большие данные дейді ғой, обработка, информацияларды жасайтын. Оларға математика керек. Сондықтан жалпы математиканы жақсы білсеңіз, жақсы программист бола аласыз. Математика оқыңыз, колледжға, университетке түсу не обязательно. Өзіңізге байланысты. Сіз онлайн курстар өтіп, сол арқылы үйреніп алсаңыз болады. Ондай менің таныстарым өте көп. Осы мамандықтың минус жағы болса да айта аласыз ба? Өзіңіз минус жақтар былай. Минус жағы көзім ауырады тек очкиге. Ол да қалай минустар жоқ. Ну, енді андай осанка кішкене, ол адам өзі ойласа спортпен айналысып жүгірсе болады. Мен зрением түсіп кетті. Минус 1-ден 3,5-ға дейін. Өйткені күніне 8 сағат жұмыстамын. Ал қалған минустарын жалпы білмеймін. Плюстары көп. Жақсы офис, жақсы условия, бесплатный тамақтар, свободный график. Андай басшылар ұрысып, сен мынаны істемедің, там оңбағансың, ондай ештеңе айтып, түсіндіріп айтсам, жалпы рахат. Мен жалпы IT саласына келгеніме өте қуанамын. Мен жалпы 9-шы сыныпта менің туысқаным болатын, биология таңдайтын. Стоматолог. Анам айтатын, вот стоматолог бол, жақсы ақша табады. Бірақ өйткені ол адамның өмірі да, IT саласында ондай аса жауапкершілік жоқ. Мен стоматолог болып кете жаздап, айтишник болған адам, жалпы өзім қуанамын айтишник болған, сол салаға келген. Жауабыңызға рахмет. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сізге сұрақ қояйын деп едім. Қоя беріңіз. IT мамандығын сырттай оқыған дұрыс па, әлде осы Қазақстанда оқыған дұрыс па? Бірінші сұрағым, және екінші сұрағым, IT саласына түсу үшін міндетті түрде ағылшын тілін білу керек пе? Енді қараңыз, егер сізде мүмкіндік болса, сырттай оқитын болсаңыз, америкалық вуздарға да, Беркли, Стэнфорд, Оксфорд деген вуздарға түссеңіз, мысалы компьютер сайенс дейді, компьютерные науки жағын мықты университеттер, өте мықты университеттер. Сол университеттерге тапсырсаңыз, мүмкін болады. Әрине өзіңізге байланысты. Мысалы, шынымды айтайын, шетелде оқып жатқан таныстар бар, бірақ олар программисттер прям мықты деп айта алмаймын. Әрине мықты программисттер тоже бар. Ол адамның өзіне байланысты да. Мысалы, сіз сыртқа барып оқымасаңыз, одан ешқандай пайда жоқ. Ал егер сіз сыртқа барып, ізденіп, талпынып сөйлессеңіз, шетелге барып, шетел ел көріп, ол да жақсы. Жалпы білімді алатын болсаңыз, шетелге барғаныңыз дұрыс болатын шығар. Өйткені ел көресіз, жер көресіз. Ағылшын тілі бойынша, ағылшын тілін білген сізге көп мүмкіндіктер ашады. Өйткені информация қалай жалпы IT саласында тарайды. Бірінші, ағылшын тілінде барлығы шығады. Оның кейіннен 2-3 айдан кейін оны орысшаға аударады, одан кейін басқа тілдерге, қазақшаға вообще мүлдем аудармайды. Сондықтан сіз всегда, чтобы быть в тренде, трендта болу үшін ағылшын тілін білсеңіз, кірдіңіз да сайтқа кірдіңіз да ағылшынша оқып алдыңыз да болды. Түсініп алдыңыз. Уже сізде информация бар. А так орыс тіліне аударуды күту керексіз, немесе транслейтқа салу керексіз. Жұмысы көп әрине. Білгеніңіз жақсы. Рахмет жауабыңызға. Саламатсыз. Осындай пайдалы ақпарат беріп жатқаныңызға көп рахмет. Менде бір сұрақ бар еді. Программаларды бастау үшін бірінші қай тілді меңгере берген дұрыс деп ойлайсыз? Осыған жауап берсеңіз. Мен сізге Python тілін үйренсеңіз дұрыс болады деп ойлаймын. Өйткені Pythonда сөйлем жазғандай жазасыз. Айттым ғой, сөйлем ретінде. Мен сізге хат жазамын ғой, SMS секілді. Сол секілді. Сондықтан Python, как выучить Python деп қараңыз. Соның основасын түсінесіз. Жалпы программирование не екенін түсінесіз. Қалай код жазу керектігін түсінесіз. Python. Аха, жақсы, түсінікті. Көп рахмет. Мұнда чатта да сұрақтар келіп жатыр. Сұрақ қойсам бола ма тағы да? Арайлым, 1 минут, мұнда чатта сұрақтарды қойып жіберсек. Өтініш, ағай қойыңызшы деп айтып жатыр. Сіз чаттағы сұрақтар, IT саласын таңдаған кездегі мақсатыңыз не болды дейді, негізі? Қандай жетістікке жетемін, не мақсатпен бұл мамандықты таңдап жатырмын деген ой болды деп соны сұрап жатыр. Және де программист ретінде елімізге қандай өзгеріс алып келгіңіз келеді? Так, бірінші сұрақ бойынша, мақсатым әрине, шынын айтайын, жалпы
мен мақсатым жалпы шетелдіктерге көп қарайтынмын. Мысалы, біз шетелдік приложениелерді қолданамыз да, WhatsApp, Telegram. Неге шетелдік, неге Қазақстанда өзіміздің сондай дүниені жасамасқа? Неге Қазақстанның азаматтары шетелде айтсыншы, вот қазақстандық программисттар өте керемет, олар да жасай алады, бастары қатысты деген сияқты сондай мақсатпен сол IT саласын дамытып бір үлес қосайыншы деп. Сондықтан екіншісі, шынын айтайын, өте жақсы табыс көзі болды. Жақсы ақша төлейтін болғандықтан, мен жалпы өзім қарапайым отбасынан болғандықтан, финансовый жағы тоже решать етті, что IT специалисттар көп ақша төлейді. Біріншісі әрине үлес қосу елімізге, жалпы Қазақстанда программисттар бар дейді. Екіншісі ол жаңағы ақша табыс көзі жақсы. Сосын тағы бір сұрақ бар еді, ұмытып қалдым. Елімізге қандай өзгеріс алып келгіңіз келеді осы мамандығыңыз бойынша? Жаңа айтып өткендей, мұнай бір күні болмаса бір күні бітеді. Сондықтан ресурстар да бітеді, тек адамның басы миы қалады. Сондықтан көп программист болса екен, жалпы Белоруссия еліндегідей, немесе Украина еліндегідей мықты программисттар шықса екен деп ойлаймын. Юрий Дудты баршаңыз қарайтын шығарсыздар, мүмкін қарамайтын шығарсыздар. Соның Силиконовый долина жайлы IT саласы бойынша выпускасы бар, соны қарап шықсаңыздар керемет болады. Кейін сіздерге Қадырбек жіберер. Үлес қосу, адамдардың өміріндегі проблемаларды решать ету. Мысалы, пандемия кезінде біз білеміз, егов порталы бірнеше рет құлады, оқуға тапсырдыңыздар, тоже құлады. Мысалы, шетелдік сайттарға кірсеңіздер, ондай құлау, падение ешқандай жоқ. Қарапайым жаңа 42.500 теңгенің өзін шақ деп жасап, сондай бір пайдалы дүниелер жасаған келеді. Адамдар қиналмасыншы, тез үйінде отырып, за пару кликов бірден оңай өзіне керек қызметтерді алса екен деп, сондай бір үлес қосып келеді қазіргі таңда. Сәлеметсіз бе, Ислам мырза, мен сұрақ қойсам бола ма? Болады, әрине, тыңдап тұрмын. Жалпы енді осы IT саласына келмегенде кім болатын едіңіз өзіңізді қай саладан көре алатын едіңіз егер бұл салаға келмеген болсаңыз? Одан кейін екінші сұрақ, енді IT саласында осы оқулықтар жетіспейді ғой, қазақша. Осы қазақша оқулық жазу ойыңызда бар ма? Мен жалпы өзім батыс өңірінің тумасымын, Ақтөбе қаласының. Мұнайшы болатын едім. Бізде солай да, бүкіл туысқандардың бәрі мұнайшы болатын едім. Бірақ кейіннен анам айтты, мұнай денсаулыққа зиян, не істейсің, одан да стоматолог бол деп, өйткені туысқаным болады, жақсы стоматолог. Мұнайшы немесе стоматолог болар едім. Қазақша кітап жайлы мен Мағжан Қайранбай дейтін бір жігітті білем, біздің университетте оқыған. Ол жігіт қазақша онлайн курс жасаған болатын. Ауыл мектептерінің балдарына JavaScript тілі бойынша курстың құны небәрі 1000 теңге, бірақ берер пайдасы өте мол. Кітап емес, видео уроктар дейді ғой, видео сабақтар қазақ тілінде жасар еді. Балдарға түсіну үшін, жалпы кіріп IT саласына кіру үшін тез еді. Кітапқа білмеймін, әлі ондай кітап жазатын, ондай қатты әлі дайын емес. Кітапты кейін... Енді нұсқаулық болсын, енді... Нұсқаулық видео түрінде. Нұсқаулықтар жазуға болады шығар. Кітап жазу ол өте... Күрделі дейсің. Күрделі. Рахмет көп-көп. Жанерке, сіз қоясыз ба? Ағай, сізге iCloud және iPhone туралы сұрақ қоя берсем бола ма? Естілмей қалды сұрағыңыз, жақындап қаттырақ айтасыз. iPhone және сұрақ қоя берсем бола ма? Қадырбек, iPhone және iCloud. iPhone және iCloud жайлы сұрақ қоя берсем бола ма? iPhone, iCloud, қойып көріңіз. iCloud мысалы бізде iPhone-дарда iCloud ашылмайды, яғни оны басқа телефоннан, басқа iPhone-нан пароліміз жазып, басқа телефоннан 5-ақ минутта өзіміздің немізді ашыламыз, ішінде жазылған бүкіл суреттеріміз, заметкеларымыз ше. Сол сияқты программа Samsung-та бар ма? Және екінші сұрақ, қайсы плагиат? Android бірінші шықты ма, әлде iPhone бірінші шықты ма? Және
айфондағы тістелген алма. Неге эмблемасы тістелген алма? Өйткені біздің арамызда көп қаңқу сөздер шығады. Менің Samsung ұстайтын достарым көп та. Солар исламға қарсы тістелген хауаны жайлы қаңқу сөз айтады, айфон ұстама деген сияқты. Сол жайлы білесіз ба? Бірінші сұрақ, Google Photo дейтін зат бар Android-та. Мен жалпы өзім iCloud қолданам. Синхронизация істес. Еще Android-та синхронизация перенос данных дейтін программа бар. Өзінің специальный. Егер Google аккаунтыңызбен кірсеңіз, бүкіл данныйларыңызды бір телефоннан екінші телефонға таратып алсаңыз болады. Екінші сұрағыңыз бойынша алма жайында ондай жоқ. Жалпы оның барлығы өтірік. Оған сенбеңіз. Алма өйткені Стив Джобсқа алма ұнайтын болатын жаңа iPhone-ның создателі Стив Джобс қой. Ол кісіге алма ұнайтын жалпы. Сондықтан алма. Тістелген жаңа харам, ислам діні бойынша ондай дұрыс емес әңгімелер деп ойлаймын. Мүмкін олар көремаушылық или сондай дүниелер шығар, бәлкім сізде iPhone, оларда Android. Білмеймін, сондай керек емес. Сосын тағы бір сұрақ болып еді сізде қазір. Қайсысы плагиат деді ғой деймін. Қайсысы плагиат. Қайсысынан ұрлайды? Барлығы бір-бірінен ұрлайды. Оның рас өтірігі жоқ. Android-та шыққан заттар iOS-та да бар, iOS-та шыққан зат Android-та да бар. Олай айту қиын, әрине. Мен енді iOS саласында жүргесін. iOS-та барлығы дұрыс, күшті. iPhone-дар Android плагиат деп айтайын. Ол дұрыс емес, әрине. Әртүрлі. iPhone өзінің қызық заттарын ойлап табады, Android өзінің қызық заттарын ойлап табады. Бұл енді рынок болғасын конкуренция ғой. Сондықтан өйтіп ойламаңыз жанерге. Кешіріңіз, тағы да сұрақ қойғым келіп тұр. Мысалы, дамыған сайын адамдардың физически дамуы керісінше жиілеп жатыр. Өзіміз байқауымыз бойынша, және де iPhone болсын, одан өзге де шыққан жаңа сондай телефон, сондай нәрселердің көпшілігі тонкий жіңішке болып, не себепті ондай формат ұстанады, не себепті жылдан жылға ол жіңішкереді? Ыңғайлы болу үшін жеңіл, жалпы удобно ғой. Сізге ауыр телефоннан гөрі жеңіл телефон тағаны ыңғайлы ғой. Жеңіл қағаз. Солай деп ойлаймын. Мен жалпы өз ойым. Тем легче, тем тоньше, тем лучше сондай жауап жасайды. Ауыр телефон ұстасаңыз, қолыңыз ауырады, ұстау қиын деген секілді дүние ғой. Самызда сұрағым бар еді. Тыңдап тұрмыз. iOS разработчигісіз да, iOS пен Android разработчигін екеуін қайсысы мықтырақ, және бірінші неге шығады ғой? iPhone-дарға шығады барлық программалар. Сосын кейін барып Android-қа шығады да, біраз уақыт өткеннен кейін. Сол Android разработчиктер iOS разработчиктен ұрлай ма? Жаңа айтып өттім ғой, ондай кім-кімнен ұрлайды, олай қатты ойламай қоймын, сөйткені бәрі бір-бірінен ұрлайды, бәрі бір-біріне қарайды. Қайсысы мықтырақ? Енді өте қиын сұрақ, әрине. Әр платформаның өзінің плюстары, минустары бар. Өйтіп айта алмаймын да, мен жарып, iPhone лучше дейді сияқты. Бірақ мен жалпы осы салада жүргесін ыңғайлы iPhone өзім. Мысалы, сіз айттыңыз ғой жаңа мектептерге Python тілін қосып жатыр деп, иә? Қателеспесем, онда нейронный сети бар, ол қателеспесем помощник Алиса солымен жасалған, негізінде? Жоқ, мектепте Pythonның тек бастамалары, синтаксис основалары ғана, ал қиын системалар деп айттым, жаңа математика керек дедім, ол нейронный сети. Мысалы, қараңыздар, сіздер Инстаграмға кіресіздер, бұрындары Инстаграмда сізге рекомендательный система жасайды. Сіз мысалы қандай да бір публикациялар қарайсыз, мысалы сіз машина қарайтын болсаңыз, сіздің лентаңыздың барлығы машина болады. Либо сіз косметика, мейкап қарайтын болсаңыз, лентаңыздың бәрінің косметика. Соны жасайтын Python тілінде data scientist дейді ғой, сондай специалисттер бар. Біз мобильдік разработчик ретінде сол данныйларды тек қана көрсетеміз. Біз жаңағы фронтенд дейді ғой, UI разработчикпіз, соны көрсету керекпіз тек қана. Ал
бэкэнд дейтін сала бар, сол саланың ішінде жаңағы дата сайенс, нейронные сети, обработка данных деген заттар бар, рекомендательная система. Оның бәрі нейронный, искусственный интеллект, жасанды интеллект дейді ғой, оның барлығы сол нейронный сетиға кіреді. Мысалы, Болашақта сол Қазақстанда болашақта Алиса сияқты мысалы басқа да ұқсас программасы ойыңызда бар ма? Әрине бар. Бізде жалпы Қазақстанда Мирас Аймер дейтін жігіт бар. Қазіргі таңда Kaggle дейтін сайт бойынша үздік 15 әлемнің мықты дата сайентистеріне кіреді. Мен өзім жалпы іштей қуанамын, что Қазақстанда осындай жігіттер бар, өте ақылды. Сол кісілер жасайды деп ойлаймын. Қазіргі таңда Сириді қазақ тіліне аударуға үлкен үлестерін қосып жатыр. Жалпы Сириді қазақ тіліне аударып, Окей Гуглды да мысалы қазақ тіліне аударып, қазақша Окей Гугл деп айтқан кезде қоңырау шалшы, смс жіберші деген секілді сондай сіздің тіліңізді обрабатывать ету үшін. Осында ондай жігіттер бар, ондай азаматтар, азаматшалар бар Қазақстанда. Сұрақ қойыңызшы. Тыңдап тұрмын. Қазақстанда IT саласы пайыздық көрсеткішпен алғанда қаншалықты дамыған және әлі нені дамыту қажет деп ойлайсыз? Пайыздық көрсеткіште айта алмаймын, өйткені менде ондай үлкен информациялар жоқ, но әлем бойынша біз жалпы бір 5-10 жылдың көлемінде артта қалып келе жатырмыз. Шын керек, біз чуть-чуть отстаем. Но барлығы сіздердің қолдарыңызда, айтады ғой, болашақ жастардың қолдарында. Сондықтан сіздер егер IT саласын оқып үйренсеңіздер, бізде IT специалисттер көп болады, рынок жақсы болады. Сондықтан бары өздеріңіздің қолдарыңызда. Қандай жоғары оқу орындарын ұсына аласыз IT саласында? IT саласында бірінші университет Назарбаев университеті, өйткені условиялары өте жақсы. Сол жерде 3 айдың көлемінде болғам. Общагасы, беретін ұстаздары, шетелдік ұстаздар. Екінші орында Қазақ-Британ техникалық университеті. Үшінші орында IT университет, Астана IT, Алматы IT, төртінші орында СДУ. Үшінші орынға СДУ, IT, Астана IT бәрін қоса салуға болады. Мен қосам бола ма? Бағанағы сұхбат барысында айтып қалдыңыз. Негізі болашақта ойындар жасағым келеді дедіңіз, бірақ одан бөлек оқушыларға арналған, мысалы осы Zoom, Bilmland, Dern онлайн деген платформалар сияқты оқушыларға қандай программа жасау ойда бар? Оқушыларға жоқ, ондай ойламап. Мен қазіргі таңда басқа салада приложение жасағым келеді, мысалы медитация, йога дейді ғой, сондай қосымшалар жасағым келеді жалпы өзім. Ондай пока білім саласында ойламаппын, шынын айтып керек. Бәлкім жасаймын. Мысалы мен қанжылтат күнделік дейтін порталы бар. Бұл дұрыс жасамайды. Білімленд тоже кейде сбойлар болып тұрады. Сондай порталдар егер тез жұмыс, мысалы YouTube сияқты жұмыс істесе, немесе Instagram сияқты жұмыс істесе, өте керемет емес пе? Сондай мүмкін образовательный неде пока ойымда жоқ. Мүмкін егер түсінсем, что адамдарға керек, солай жасау керек десе, бәлкім жасаймын. Сізге IT-ден басқа да сұрақтар қойып көрсем, сіз өзіңіз бос уақытыңызды қалай өткізесіз және де қандай кітаптар оқығанды ұнатасыз және қандай кітаптарды оқуға едіңіз? Бос уақытым әртүрлі өтеді. Көбінесе отбасымен өткізуге тырысамын. 6-ға дейін мысалы жұмыс. Әртүрлі кейде мен бос боламын. Ерте задачамды бітірсем, ерте шығамын. Кешкісін серуендеп, көңіл көтеріп, енді қазір вирусқа байланысты аса ешқайда шығуға болмайды. Үйде, үйдің шаруалары, отбасыма көмектесем, кітап жайында. Жалпы өзіме ұнайтын кітап бар. Детективтарды оқығанды ұнайды. Сосын Юваль Ной Хараридің «Краткая история человечества» деген кітап бар. Өте керемет кітап. Сол кітапты кеңес берер едім. «Краткая история человечества». Жалпы адамзаттың тарихы, адамзат қалай пайда болды, және ол кітаптың жалғасы бар. «Краткая история будущего» дейді. Болашақта жалпы адамдар қайда кетіп бара жатыр жалпы. Мысалы қазіргі таңда мықты дамып жатыр қой. Космостар ашылып жатыр, биохимия, биология бәрі өте қарқынды дамып жатыр. Болашақ қайда кетіп бара жатыр. Жаңа айтады ғой, жасанды интеллект, роботтар жайлы. Маған сондай фантастика заттары көп ұнайды. Жаңа бірінші кітап, сол «Краткая история человечества», Юваль Ной Харари деген кісі, израильдік еврей
тумасы, сол жалпы адамзаттың тарихы жайлы, адамзат пайда болғаннан қазіргі кезге дейін жалпы қандай прогрессқа өттік, қай жерге келдік, сол жайлы айтып береді. Сол кітапты кеңес берер едім. Менде бір сұрақ бар еді. Назгүл, қойыңыз сұрағыңызды. Қазақстанда қандай IT қоғамдарды білесіз? Мен өзім бір сондай қоғамды жүргіземін, iOS бойынша Какао Хайтс деген. Телеграмда бармыз біз. Тех қыздар дейтін, бүгін ертең қыздарға арналған конференция болады IT саласында. Тех қыздар деп жазып көресіздер. Лидершип сообществоны білемін. Жалпы көп Android разработчиктардың сообществосы бар, iOS разработчиктардың, веб, оны тауып алуға болады. Ең популярный жаңағы сол жалпы тех қыздарды көріңіздер. Мен аудиторияға қараймын. Жалпы аудиторияда қыздар басымырақ болып тұр, сондықтан да қыздар басым болғандықтан сол тех қыздардың конференциясы екі күн болады, соны қарап шықсаңыздар, өйткені қазір шетелде жұмыс істеп жатқан қыздар, жалпы көбісі айтады, IT саласы ер адамдарға, тек қана программист олар өтірік. Менің құрбыларым бар, IT саласында жүрген, шетелде жұмыс істейді, Google-да мысалы, Facebook-та, ол ондай зат емес, оның бәрі стереотип, өтірік әңгіме. Сондықтан қыздар, сіздер қорықпаңыздар, бұл тек қана ер адамдардың профессиясы емес. Исламырза? Тыңдап тұрмын. Өзіңіздің үш мықты және үш әлсіз тұстарыңызды айтып өтсеңіз. Қиын әрине айту, жақын адамдар біледі, бірақ слабый тұстарымнан бастайын. Мазасызбын, асығыс, и тез результат көрмесем, жындан алыстаймын, сондай бір нем бар. Жақсы тұстарым усидчивыймын, мысалы бір затты бастасам, соңына дейін жетпейінше отыра беремін. Қызық болса отыра беремін, мысалы түнгі 2-3-ке дейін отыра беремін. Білімлен күнделік сияқты порталдарда сайттар баяу қозғалады деп ақаулар болады. Мысалға сол веб разработчиктігі көзқарасыңыз қалай? Және топ-линк мамандарына? Енді специалисттер жоқ, жақсы специалисттер. Соған байланысты ғой, егер Қазақстанда жақсы специалисттер болса, жаңағы нагрузканы распределять ететін, чтобы сайт тез жұмыс істейтін. Біз мысалы егофтың өзіне қанша ақша бөлініп жатыр, соның өзінде егоф 2 күн бірінде құлайды. Әрине қынжылтады, бірақ қазіргі таңда более-менее жұмыс істейді. Енді шетелден адамдарды алдыртып, андай консультация жасатып, сөйтіп жасаса қуанар едім жалпы. Өйткені күнделік білімленд дейтін қазір сентябрьде, қыркүйекте оқу басталады. Ата-аналарға қиын, өте қиын. Сұрасам бола ма? Патриотизмге қатысты айтып кетсеңіз, сол жағын ойласаңыз. Ол адам әркім өзі ішкі жан дүниесі ғой. Мен жалпы ондай саясат саласына қатты араласпаймын. Өзімнен бастап, жалпы егер өзім жақсы оқып, еліме үлес қоссам, патриоттық жалпы міндетін орындайтын деп ойлаймын. Көкірек жайып, мен патриотпын деп айта алмаймын. Бірақ қолымнан келгенше барынша еліме үлес қосуға тырысамын. Өзімнен бастап, өзім мысалы қоғамдық жерлерде ештеңе бұзбай, тыныш, сындырмай, елге үлес қосып, жаңағы мысалы сіздермен мысалы сөйлесіп жатырмын. Сол елімде осындай азаматтар болса екен деп ойлаймын. Сондықтан ол айта алмаймын, енді өзім патриот, мықты патриотпын деп те есептей алмаймын, бірақ барынша қолымнан келгенше көмектесуге тырысамын. Айрол аға, мен қойсам болады ма? Әрине болады. Осы саладағы сізге қиындыққа түскен 3 топ проблема, және де осы саладағы кейде бір қиындық болып қалады, ештеме шықпай жатады. Сол кезде сізге прям көмек болған ең топ советтер, ақыл кеңестер. Жаңа мен сізге айтып отырмын, IT саласы күшті деп, әрине ол всегда олай емес, қиын сәттер болады. Жұмыс болғандықтан істемей қалады, жасамай қалады, системалар құлап қалады, пользовательдер жаза бастайды, жасамайды, неге жасамайды, отзывтар келе бастайды. Әрине бұның барлығы стресс.
бірақ ондай оқиға болатын, маркет приложениесін жасаған болатын. Сол кезде мен обновление жасаған кезде бірдеңені дұрыс жасамаған. Пользовательдар приложениені ашқан кезде приложение крашсы сбой қылып приложение лақтырып тастайды. Сол кез есімде әлі. Таңертең жұмысқа келем. Бүкіл бастықтар бәрі қасымда тұр. Өйткені мен жасаған код болатын, ол айтып жатыр, жалпы бізде пользовательдар құлап жатыр, жұмыс жасамай жатыр. Сол ең самый доброе утро болатын. Сосын біз жалпы бір команда болғандықтан жұмыла бәріміз сол проблеманы шешкен болатынбыз. Қиын сәттер болған кезде миымды демалтуға тырыссам, егер жасай алмай жатса, мысалы бізде мысалы IT саласында жалпы физически жұмыс болмағанмен баспен неткесін бас ауырады, шыны керек айтайын. Бас қызып кетеді, болады ғой. Отырасың компьютердің алдында күндіз-түні. И глаза замыливаются дейді, көзің ауырады, жетеді. Сол кезде сервер немесе достармен сөйлесем, немесе ойындар ойнаймын, немесе кітап оқимын, басқа затпен айналсам, сосын кейіннен демалғаннан кейін қайтып келемін. Әрине болады, жалпы қиындықтар болады. IT саласының басы өте қиын. Жалпы кіріп кету қиындау болады бас жағында. Түсінбейсіздер, қалай жасайды, қарайсыздар, түсініксіз, ойлайсыздар IT саласында. Мен де солай ойлайтын, мен IT менікі емес, қой тастайын, мен әлі дайын емеспін, кішкене әлсіздеу. Солай тастамау керек, до конца жүрсеңіз, жалпы үйренуге болады барлығы. Бәрі өзіңіздің қолыңызда. Сөзіңізді бөлгеніңізге кешірім сұраймын, әрине. Енді сұрайын дегенім, сіз 11-ші сынып бітірдіңіз бе? Және ұбт-ға деген ойыңыз қалай болды? 11-ші сынып бітірдім. ұбт-ға білмеймін, әрине. ұбт енді білесіз ғой, бізде Қазақстанда қалай өтетін, расын айтайын. Лотерея ғой. Если вам повезет, если вы сфотали, жақсы бала боласыз, если вы сфотали. Бірақ мен өзім дайындалған болатынмын. Мен 11-ші сыныпта Ақтөбе қаласынан Алматы қаласына көшіп келгенмін. Менде ешқандай жолдас жора, ешқандай достар болмаған. Таңмен кешке сабақ оқитын. Құпия болмаса, қанша бала алдың? Бізде 125 бала болатын, содан 118 бала болған. Керемет. Енді бір қатысушылар бір соңғы бір сұрақ болса, я? Керемет сұхбат болып жатыр, керемет қызық болып жатыр мұнда. ұбт-да бейіндік пәнге физматты таңдадыңыз ба, әлде информатиканы таңдадыңыз? Информатика болған жоқ біздің кезімізде, физика таңдадым. Физмат таңдадыңыз, иә? Физика. Ағай, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Сізден бір сұрағым бар еді. Біз студенттер, оқушылар болғандықтан бізге қандай ноутбук немесе MacBook алуға кеңес бересіз? Қазіргі таңда Acer, Lenovo продукциялары өте жақсы. Asus, Acer, Lenovo. Соны таңдасаңыз шатаспайсыз деп ойлаймын. Ол енді өзіңіздің бюджетіңізге байланысты. Apple продукциялары қымбат, қалғандары арзандау деген секілді. Самырза, осындай кеңес беріп жатқаныңызға, қатысушыларға өз ойыңызды бөліскеніңізге, сұхбатқа көптен көп рахмет. Жұмысыңызға береке және табыс тілеймін. Мен бір сұрағым, мысалға Қазақстанда мамандардың арасында жарыс болады, спорт түрлері. Сол кезде көбіне IT мамандары футболдан ұтып жатады барлығын. Соның сыры неде деп ойлайсыз? Білмеймін. Мүмкін тактикада, жаңа программированияда бізде алгоритм ойлап табады, шаг, типа ойлайды, қалай болады, қалай жасайды. Сондықтан шығар деп ойлаймын. Негізі барлығы солай жауап береді. Жақсы, рахмет. Онда қуандық, уақыт келіп қалды. Басқа сұрақтар болса, менің Instagram, Telegram парақшаларыма ұялмай жазсаңыздар болады. Айтемір, кейін Қадырбек ағай сіздерге беріп жатар. Жаңа чатта жаздым, WhatsApp-қа да жазатын боламын. Мен сіздерге қалған сұрақтарыңызға жауап беруге дайын. Ислам мырза, сізге үлкен рахмет. Бір IT саласы біз үшін бір кішігірім қиындау, бір құпия сала болып табылатын еді, негізі соны оңай түсіндіріп, IT-ға деген қызығушылықты кішігірім болсын арттырғаны үшін үлкен рахмет сізге. Енді алдағы ұбт тапсыратын көптеген бізде қатысушыларымыз бар, 10-шы сынып, 11-шы сынып деген сияқты солардың құлағында
алтын сырға. IT саласы сіздер ойлағандай бір қиын сала, бір ондай бір не емес екен. Оказывается, оңай жұмыс жасауға болады, табыс табуға болады, жетістікке жетуге болатын салалардың бірі екен. Сұхбат үшін үлкен рахмет. Ислам мырза, сізге жігер марафонына қатысушылардың атынан, Алматы қаласы студенттер альянсының атынан, бүкіл республика студенттер альянсының атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Үлкен рахмет сізге. Алдағы жұмыстарыңызға, жоспарларыңызға баршасына сәттілік. Келесі кездескенше. Шақырғаныңызға рахмет. Баршаңызға сәттілік. Қорықпаңыздар, бастаңыздар. Көз қорқақ, қол батыр. Сондықтан бастаңыздар, ең бастысы. Баршаңызға рахмет, сау болыңыз. Жарайды, сау болыңыз.